ежелгі грекия баяғы бір заманда көгілдір эгей теңізінің жағасында ғажайып халықтар өмір сүріпті. Олар тастан әсем үйлер салып, сауда жасап, алғашқы өркениеттер одағын құрған екен. Бұл одақта адамдар теңізбен достасып, жаңа жерлерді зерттепті. Ал теңіздің ортасындағы Крит аралында би билеген, сурет салған, өнерге құмар критиктер мекендеді. Олардың сарайлары үлкен, түрлі өрнектерге толы болған. Бірақ бір күні алыстан желді қақ жарып, батыл Ахей жауынгерлері келеді. Олар жаңа қамалдар тұрғызып, Грекияға жаңа рух пен жаңа тәртіпті әкеледі. Осылайша криттік мәдениеттің орнына ахейлік мәдениет орнады. Уақыт өте келе халық көбейіп, гректер үлкен кемелер жасап, алыс сапарларға аттанады. Олар жаңа жағалаулар тауып, сол жерлерде грек отарларын құрды. Әр отар жаңа халық, жаңа өмір еді. Гректердің өмірі ерекше болатын. Олар еркіндікті сүйді. Кеңес құрып, бәрін бірге шешті. Әр адамның пікірі маңызды болды. Сөйтіп, әр қала өз алдына кішкентай мемлекетке айналса, мұндай қалаларды полис деп атады. Әр полистің өз заңы, өз құдайлары, өз мерекесі бар еді. Міне, осылайша ежелгі Грекия теңіз үстіндегі жарқыраған ертегі еліне айналды.